Жүктілікке байланысты бір реттік әлеуметтік төлемді алу үшін әлеуметтік төлем 1 жыл бойы үздіксіз төлену тиіс пе? Менде әлеуметтік төлем 10 айға ғана төленген. Сонда мен жәрдемақыны жұмыс істеуші ретінде аламын ба, әлде ең төменгі төлем беріле ме? Бұл жерде сіздің айтып отырғаныңыз баланың жүктілікке байланысты бір реттік төлем емес сияқты, өйткені 10 ай ғана алдым дегеніңізге қарағанда. Бұл жердегі әңгіме, яғни баланы бағып қағуға, баланың бағымына қатысты беріліп отыратын сума. Бұл баланың бағымына қатысты, егер де жұмыс істеп жүрген болсаңыз, содан кейін баланы бағу үшін үйде отырған болсаңыз, онда 1 жылға шейін төленеді. Ал 10 айдан кейін тоқтатылып қалды деп отырсыз. Егер де сіз 10 айдан кейін жұмысқа шығып кеткен болсаңыз, онда тоқтатылады да, сіз кәдімгі бұрынғы жалақыңызды алып жүре бересіз. Бірақ енді 10 ай ма, 1 жыл ма сіз төлеу мөлшерін анықтау өзіңізге байланысты. Мысалға, сіз бұрын жұмыс істеп жүрген болсаңыз, оның 40%-ын төленеді. Егер де жұмыс істемейтін болсаңыз, онда мемлекеттің кепілдендірілген суммасы бар. Осы екі сумманы бір-бірімен салыстырасыз. Қайсысы көп? Егер де алған жалақыңыздың 40%-і көп болатын болса, ол мысалға 20 мың, 30 мың шығатын болса, немесе мемлекеттің кепілдендірілген сомасы қайсысы көп? Егер де мемлекеттің кепілдендірілген сомасы көп деп тапсаңыз, соны алуға ниет білдіресіз.